Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің үшінші сабағымыз ағылшынша түстерді қалай атаймыз. Жалпы түс, цвет деген ағылшынша color деп аталады. Ал мына жазуға келетін болсақ, американдық ағылшын тілінде color, ал британдық ағылшын тілінде color деп оқылады. Екеуінің айырмашылығы осы жазылуында, ал мағынасы түс деген сөзді білдіреді. Ендігі кезекте достар, түстерді оқығанда менен кейін қайталап отыр. Жаттауға тырыс, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. English time. Ендеше кеттік. Жалпы ағылшын тіліндегі 10 ең маңызды өзімізге керекті түстерді оқитын боламыз. Бірінші түс сары, yellow, сары. Қызыл, red, қызыл. Жасыл, green, жасыл. Қызғылт сары. Сәбіз түстес orange. Көк, blue. Қызғылт, розовый, pink. Қоңыр, brown. Қоңыр. Фиолетовый, purple. Фиолетовый. Ақ, white. Ақ. Қара, black. Қара. Достар, біз 10 түстің қалай оқылатынын үйрендік. Жақсы көретін тұсыңды комментарийге жазып кет. Енді лайк басып тіркеліп кет. Келесі сабақта кездескенше.